Maqtan şabız bolsa, жатчасы ағайыннан атамыз болса. Дұшпаның досын күліп табалайды, аяғың сәл нәрсе дейін шабыз болса. Шабыны жауға мүнде жалды екен деп, жаманмен жолдас болмамалды екен деп. Баласын қадынаттың бақпай қойма, жемсіп аяғына қалды екен деп. Керек екі тадай сасқан жерде, етегін ел жағып басқан жерде. Жаманға жаздай мәсің түссе, қабысып қалады екен астан жерге. Айтып жатыр екен дейді. Яке елге келгеннен кейін енді ертің тойы несі деп атқаннан кейін мына біздің қызмет әйтеуір мына малшы қауымға бесалтауыз әнімізбенен, өнерімізбенен көрінейік деп атқанымыз мына ғани ініміздің табысын еңбегінше өзіңіздің естіп жатырмыз. Өте жақсы. Жақсы менен жаманның арасы жер мен аспандай, қайқарысың түркім басыңа, із түскен күні сасқандай. Мырза менен сараңды салыстырсаң білерсің, ымдай мен зәулім асқардай. Надам менен қадымды өлшестірсең білерсің, дария шіребі тасқандай. Түсінгенге осындай әр нәрсенің қарқы бар, қадырын білсең садық қарылып менен жасқандай. Өздеріңде жақсының оңайда емес алдында, қалсы сөзді табуға кібіртікте жасқандай. Қаппала қосқандай атақты азаматсыз ау бүкіл елге. Жеткенде ақсақалсын арманыңа көз салдың, ұлы оймен жан жағыңа. Қарсанды құшақ жайып, назар байып, алдыңа ақ бұзаттен барғаныңда. Ақсаған ұрпақтарға өнеге көп, ақылшы бола бер жау таңдамына айдай. Бүгінгі жыр асылына ақтарамын, ақтармай бүгін қалай ап қаламын. Елімде ерен үлгені азаматтар барлығына қабар уақытта мақтанамын. Сарсудың сардаласында кезгіп қандық, жырымен жандатып шаттанамын айдай. Жырлауға жақсы жырды, жалықпайын. Әсем әннен көкте құс болып қалықтайын. Ел тойына кеп қалдың, қонақ болып ақтарып асыл жырды анықтайын. Ей бәтегөй бәрімізге болып жатсын, құрметті асыл ағам балықпайым. Өмірдің із қалдырып көрінегені азамат. Енді құрметті ағайын, құрметті қауым, құрметті мына екіштің ерлері, бүгінгі мына Сарысудың саржаласында сіздердің мына жылдық табыстарыңыздың өнген өнімдеріңізді, мына елге берешектеріңізді сол жай есептесіп келіп, соның қорытындысын шығарып, ұлы той менен, ұлы дүбір менен мінекей
жиналып жақсы қуанышты кезеңдеріңізге мінекей арнайы келіп жатқан жағдайымыз бар. Шын айтқан кезде мына Сырдария ауданы мәдениет бөлімінен келіп жатырмыз. Келгеннен кейін елдің ақыны деп, азамат деп құрметтеп жатсыздар. Ән жырымызда, өнерімізде өздеріңізге арналады. Мына Сырдария ауданында мәдениет үйінің меңгеруші Майдина деген азамат қарындасымыз жетекші болып осы тойға алып келіп жатыр. Ал енді өнерімізде, өлеңімізде өздеріңізге мына осы үлкен қызықты думанда елдің ақсақалы, елеулі кісі ортамызда мына Балықбай ақсақалымызбен кездесіп жүздесіп мінекей дастарханның басында жүздесіп жатырмыз. Бұл кісінің мына жағы ұлы, елдің азаматы болған, ұлы болған Нұрсұлтан Назарбаевқа қос Қызылорда облысынан Ақбоз атты арнайы алып барып мінгізген ақсақал екенін естіп мінекей көңіліміз жатыр. Ал енді қазақта мақал бар, ақын шабыттанса жыр туады деп, мына елдеріңізге келгеннен кейін, жерлеріңізді көргеннен кейін көңілдеріңіз тасып, мына бір-екі ән жыр келме толғауларымызды сіздерге сый есебінде арнасақ деп жатырмыз. Қабыл алыңыздар. Ой, бәрекелді. Жүрегінен отарманын шаттықты қуанышты тосар жаның армысың шопан қауым еңбек ері өрбіткен сардалада отарларын керемет көп қуаныш ойданына шаппыстың деп тілеймін бойдарыңа. Қуанышпен ақтарып ақ ниетті ортақтасып жатырмыз тойларыңа. Орындалып жүректен жаңа арманыңыз қомақталсын деп тілеймін жан жағыңыз. Отанда бала шаға аман болып өрісте көбейсінші малдарыңыз. Жанымды шаттандырып түліп менің шабытымды шалқытып үдеткенмен ақтарып халық елің қай уақытта айтып жатыр мінекей тілектерін. Жырымды жүрегімнен анықтайын ақтаруға асыл жырды жалықпайын. Кез болды сардалада сарысуда армысыз ақсақалым балықбайым айдай. Жырыммен шаттандырсам нұр таңымды қандырсам каусар сөзбен іңкәріңді сыр бойының елінен алып барып тартып олдың нұрекеңе тұлпарыңды айдай. Шабытпен жүрегімді ау тербеп менің өздеріңсің көңілімді өрлеткенің. Ау шапа шопан қауым шалқыған шабытымен жаба берсін деп тілеймін еңбектерің. Халқың қасиетпен баға берсін, ел алғысын еңбекшілері ала берсін. Еңбектерің керем болып әр уақытта бақтарың сол еңбектен жана берсін айдай.